Енді приложениелерді установить етіп бастаймыз. Жалпы менде аккаунт болды, яғни Gmail.ru деп тұрады. Мысалы, мындай жерде мына жерде аты, фамилия қалағанда Gmail.ru. Мен негізі создать етіп көрдім, бірақ менің номеріме қосылмады. Егер сіздің номеріңізге қосылса, онда новыйдан ашуға болады, немесе бұрынғы барын телефон номер, қай телефон номерге ашылды, сол арқылы паролін білсеңіз, онда кіріп алуыңызға болады. Менде бұрыннан болған, содан восстановить етіп кіріп алдым. Бұны тек любой бір, мысалы, Google болсын, YouTube болсын, қалған біреуіне басып кірсеңіз, автоматом басқаларымен жалғанып кетеді. И уже Google'ге, YouTube'ға айтқандай бізге керек приложениелер YouTube, Google, мына Photorum, Lumi, Letoshrift, CapCut, Canva, Pinterest, Photorum, TikTok және ChatGPT міндетті түрде керек болады, және Telegram керек болады. Осы приложениелердің барлығына енді бірінші кіріп шығамыз. Мен YouTube'ға, Google'ге, Safari барлығына кіріп қойдым, өйткені оған Gmail.ru деген керек болады. Енді әрбір приложениеге кіріп, оларды установка жасап бастаймыз, қолданып бастаймыз. Қолдану үшін бірінші барлық приложениеге регистрация қыламыз. Бұрын регистрация қылынған болса, онда тек номер, пароль терсе жеткілікті. Яғни iPhone таңдайсыз және iCloud паролін таңдайсыз и кіре бересіз кодқа басып. Ал егер алғаш рет қолданып жатқан болсаңыз, онда регистрацияға кіресіз міндетті түрде. И мына жерге өзіңіздің жаңа Gmail.ru болды ғой, соны тересіз. Мысалы, мен қазір өзімдікін теремін. Енді пароль ойлап табуымыз керек. Таптым. Енді өзіміздің туылған күніміз, айымыз, жылымызды жазатын боламыз. Далее. Мына жерде при использовании приложения деген басу керек. Мына жерде полыңызды таңдайсыз, Қазақстан. Мына жерде мыналардың барлығын белгілеп шығасыз. Не керек? Өйткені кез келген салада фото, видео бізге керек болып қалады. Перейти в ленту. Разрешить. Болды, понятно. Мына, енді осы жерден қалаған фотоларыңызды іздеп тапсаңыз болады. Мына жерде фотоға бассаңыздар, мына. Бұл жерде сурет, мысалы, бір сумканың суреті болса, сол сумкаға ұқсас суреттер шығарып береді. Мысалы, орамалды қыз болсын, қандай да бір сурет болса, соған ұқсас сурет, фото, видеолардың барлығын шығарып береді. Мысалы, өзіңіз іздесеңіз де болады. Мысалы, пердемен айналысатындар, штор емнеке. Неше түрлі штори, кухню. Өте керемет приложение. Осы, мысалы, штори на кухню. Фон, жазу жазғыңыз келсе, мысалы. Өте керемет. Сториске, мысалы, осының үстіне, осы, мысалы, ұнады да, сізге, мысалы, ретінде, мына жерде 3 точка болады, сол 3 точкаға басасыз. Мына жерде скачать изображение деген бар. Уже сіз оны аласыз да, мына жерде разрешить қылуға, сіз алғашқы рет солай сұрайды, қалған кезде осылай сұрамайды. Скачать етілді, уже біздің галереяға түсті. Енді алып Инстаграмға салсақ болады. Осылай жазуларыңызды жазып, мына жерден шрифт цветін, мысалы, ақ фон таңдасаңыз, қара шрифтпен жазу керек. Келесі ChatGPT. Бұл да өте керемет приложение. Қалған жақта қалған жерінде тек осымен достасаңыз. Бұл өте тегін. Мысалы, маған тамақ пісіруді үйрет. Голосовой жіберсеңіз де болады. Міне, қалаған тамақ сұрасаңыз болады. Мысалы, кез келген сұрақ қоясыз. Менің мойным ауырып тұр.
кез келген сұрақ қоясыз. Тіпті қате, мысалы мен мына жерге туғу деп жазып жіберейін, қате жазсам да өзі дұрыстап алады. Барлық советтердің барлығын береді. Мысалы Instagram көп қаралым жинау үшін не істеймін? Кез келген сұрағыңызға жауап табасыз. Толтырып ақпарат береді. Өте керемет приложение. Енді TikTok, міндетті түрде TikTok қосу керек, өйткені идеяның қазынасы осы жерде. Согласие, разрешение бар. Өзіңіз жасап аласыз. Қараңыздар, мен мына адамға бастым. И мына жерде войти аккаунт. Мысалы мен iPhone-нан кіргім келеді и продолжить. Сосын показывает адрес email. Осы жерде iCloud-тың парольмен кіреміз. Бұрын аккаунтыңыз болса, онда проблема жоқ, кіре бересіз. Ал новыйдан ашу керек болса. Разрешить. Менде уже аккаунт пайда болды. Өте керемет. Енді мына жерге поиск деген бар. Жоғарыда поискке басамыз. Мысалы киім дүкен жүргізетін болсаңыз, одежда. Мысалы одежда Ленский Алматы. Бүткіл Инстаграмда, одеждаға қарадым. Міне, киімге арналған бүткіл идеялардың барлығын таба аласыздар. Мысалы тамақ дайындау идея. Міне, қазына. Осының барлығын қалай жүктеу, қалай қолдану барлығын келешекте үйрететін боламын. Жалпы осындай өзіңіздің конкуренттерге зерттеп, фоторумда мен жиі қолданамын. Әрбір әдемі монтажында мен қолданамын. Дәл осындай фонын алып береді. Өте керемет дүние. Продолжить. Соцсети. Менде Инстаграмға керек көбінде. Личный проект с командой. Желательно көбірек. Малый бизнес, средний, крупный, предлагательный и более. Барлығын белгілейміз. Так, маған Инстаграм керек главный. И другое. Интернет-магазин керек. Обычный магазин и ресторан. Shopify болды. Енді мынаның барлығын разрешить дейміз. Енді iPhone арқылы кірсек болады бұқанда. Продолжить. Дегідей пароль. Мысалы команданың аты Mobile. Пропуститке баса салайық. Продолжить. Болды. Мысалы диван алайық. Фонын өшіріп береді. Мына шетінде осындай рекламный сатылымға арналған обложка шықса, онда X-ті баса саласыз. Мына ақ фонд таңдасаңыз болады, қара фонд таңдасаңыз болады, немесе прозрачный
фонды таңдасаңыз болады. Одан бөлек мына жерде неше түрлі фондар бар міне. Өте керемет. Аласыз, начать с фотографий, разрешить. Галереяңыздан қалаған видеоны, фотоны мінекей әдемі жасап береді. Керемет приложение. Вот қалған приложениелерді осылай установка жасап, регистрация жасап аласыздар. Барлығы бірде регистрация жасалады. Барлығы iPhone мен немесе Gmail мен өзіңіздің таңдауыңызға, қалауыңызға қарай. Canva да сондай. Мына iPhone таңдайсың, кодын тересің. Басқалары да сондай. Крупные компании один. Маркетинг. Давайте пропустить жасаймыз. Пропустить. Бұл Canva'ның бір жақсы stories, фото, пост, YouTube барлығына обложка жасауға болады. Instagram, мысалы, лента керек па, пост керек па, stories керек па. Мен көбінде стористерім ерекше болып, әдемі болып шығу үшін арнайы осы жерге кірем. Елден ерекше монтаждар жасауға болады. Тегін күшті жерлері бар. Айта кетейін, Canva'ның көбінде егерде платный деп тұрады, өзі мынандай звезда жоқ болса, платный деп тұрады. Осы платный жазылмаған жерлер бар ғой. Міне. Бұл жерлердің барлығы тегін. Қалай қолдану керектерін тоже келешекте көрсететін боламын. Осылай, құрметті достар, барлық приложениелерді осылай жазып ашықпаңыздар. Келесі сабақта әрбіріне қалай кіріп, қалай қолдану керектігін үйрететін боламын. Сабақ уақыт өте келе ұзарып бара береді. Бос уақыттарыңызды әрқайын көрсеңіздер болады. Өте керемет ақпараттармен бөлісемін. Ашып сізге тақырыптарды қадам-қадаммен толық түсіндіріп үйрететін боламын. Сәттілік.